Қазақ жерін отарлау, саяси дербестікті жою барысында Ресей командирлері де төлеңгіттерді біржолата құрту үшін оларды құлдардың тұқымы деп жариялаған кездері болды. Осыны пайдаланып Қарқаралы округінің аға сұлтаны Жамантай Шыңғысұлы өз қарамағындағы төлеңгіттердің малын тартып алмақ болып, оларды орыстар өткізген санаққа құл есебінде кіргізді. Төлеңгіттердің мұндай қалға ұшырауының басты себебі 1822 жылғы қабылданып енгізілген Сібір қазақтары туралы жарғыда төлеңгіттер тобының әлеуметтік орны атаусыз қалып, тек қана құлдар мен басыбайлы адамдар туралы сөз қозғалуы оларды құлдар қатарына қосуға мүмкіндік туғызды. Осылайша 19 ғасырдың 30 жылдары Қарқаралы аймағындағы Жамантай Шыңғысұлы мен Шама Абылайханұлы тағы басқа төрелер мен төлеңгіттердің әртүрлі әулеттерінің арасында ауыр күрес басталды. Ресейлік зерттеуші Зобниннің қазақ даласындағы басыбайлы адамдар, құлдар және төлеңгіттер жайлы мәселелерге деген кітабында осы жанжал туралы деректер мұрағат қағаздарынан көтеруден бастаған. Қарамағындағы басыбайлы адамдардың барынша көп болуына мүдделі болған сұлтандар омбы болыс басшылығына төлеңгіттер мен құлдардың арасында еш айырмашылық жоқ екенін алға тартып, олардың бәрі өмірінің соңына дейін сұлтанға қызмет етуге міндетті деді. Мысалы, Қарқаралы дуанының аға сұлтаны подполковник Жамантай Шыңғысұлының 1832 жылы ақпан айында өздік приказға жасаған мәлімдемесінде төлеңгіттердің таңбасы туралы былай деп шағым айтқан. Төлеңгіттер өздерінің арыздарында сұлтанның таңбасын емес, өздеріне арғынның көз таңбасын тіркеген. Сондықтан өз айғақтарына шынайы таңбаны, яғни сұлтаннан алған тарақ таңбасын жазылған үшін оларды жазалау керек деп талап етеді. Дау тым асқынып кеткен себепті орыс заседательдері қазақтың билерінен төлеңгіттер туралы мәліметтер жинай бастайды. 80 жастағы Әлтөбет болысының биі Өжет Көтенұлының берген жауабында бұрынғы уақытта төлеңгіттер өзін құлмен салыстырғанға қатты намыстанған болар еді. Керісінше, ол кезде төлеңгіт атауы сыйлы болатын, осы атауы мал мен басына қорғаныш әкелетін. Сондықтан бұл атақты иемденуге, малына сұлтан таңбасын, яғни тарақ таңбасы алуға ұмтылушылардың көп болатын, және олар сұлтаннан кез келген уақытта өз ықтиярымен де кете беретін еді, деді. Патша үкіметінің күшін пайдаланып шенеунікке айналған сұлтандардың әуел бастан жеке ту тіккен және ұжымы күшті Шұбартау төлеңгіттеріне тісі батқан жоқ, бірақ өз жанына ертеден қоныстанған төлеңгіт ауылдарымен қатты жанжалдасты. Біз үшін аса қызықты бір мәлімет Зобниннің Қарқаралы округіндегі төлеңгіт болысының, яғни Шұбартау төлеңгіттерінің 19 ғасырдың ортасында ресми қағаздарында арғынның көз таңбасын қолдануы. Бұл туралы профессор Жамбыл Артықбаев Шұбартау төлеңгіттерінің таңбасы арғын таңбасы екені рас, тек Шұбартау ғана емес, Қарқаралы Ақмола дуандарының басқа төлеңгіттері де арғын таңбасын қолданды. Бұл шамасы көне заманнан қалыптасқан тәртіп дейді. Жалпы көшпелілер үшін рудың қалай аталған емес, рудың таңбасы аса маңызды болды. Сол таңбаға қарап қана қай елден екенін ажырататын.